Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге үйде бар заттан өте дәмді болып шығатын пицца дайындаймыз. Біздің пиццамыздың қамыры да өте жұп-жұмсақ болып шығады, және балалар да өте сүйіп жейтін болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен арнама тіркеліп алсаңыздар, менің жаңа видеоларымды біріншілерден болып қарайтын боласыздар. Мен бірінші пиццаға қажетті заттарды алдын ала турап аламын. Үйде не бар, менде сол заттармен пиццаны пісірдім. Сосын мен қамырды алдын ала 1 сағат бұрын дайындап алдым. Ол үшін мен тек қана әдеттегідей қарапайым тәсіл суға тұз, ашытқыны салып, жақсылап қамыр илеп алдым. Қамырымызды бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қойдым. Осындай болып, әдемі болып көтерілді қамырымыз. Барлық заттарды, қажетті заттарды описанияда қалдырып кететін боламын. Қамырларымызды мен бөліктерге бөліп, кішкене ғана дөңгелетіп зуала жасап аламын. Сосын мен қамырларымды жаюға кірістім. Қамырымызды кішкене дөңгелетіп зуала жасап алғаннан соң, оның бетін жауып, 5 минутқа, 10 минутқа қалдырсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз жақсы жайылатын болады. Ал егер дөңгелетіп сразу жайып тастайтын болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз жайып жатқан кезде ыңғайсыз болады. Жиналып қала беретін болады. Сондықтан қамырды дөңгелетіп болған соң 5 минутқа қалдырып қойып, сосын барып қамырды жаятын боламыз. Қамырымыздың барлығын жайып болған соң, оны формаға жайғастырамыз. Шет-шетін кішкене ғана осылай пиццада көрсететіндей етіп кішкене жинап қоямыз. Енді оның пиццаның үстіне майонезді жағамыз. Сосын оның артынан кетчуптың томат пастасының орнына мен қызанақты қызанақпен жасалған салатты қосамын. Оның үстіне біз сосиска қоямыз, колбаса қоссаңыздар да болады, үйде бар затпен. Енді оны печкаға 10 минутқа пісіріп аламыз. Қызарғанша кішкене қызарса болды, қатты қызару қажет емес. Оған дейін біз сырымызды үкіштен өткізіп аламыз. Міне біздің пиццамыз осындай ғана кішкене қызару қажет. Енді оның үстіне сырымызды салып, печкаға тағы да 2-3 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің пиццамыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.